Сәлеметсіздер ме? Біз осы жақында ауылға барып келдік. Бір апта бұрын барған болатынбыз. Сол мынадай қаймақ алып келді. Қаймақты холодильникке қойып, келгенше еріп келді. Свежий, жаңа ағызылған қаймақ болатын. Мынау 5 литрлік жаңағы ыдыс, осы 5 литрлік ыдыста толтырып әкелгенбіз. Соны енді холодильникке қойып, кішкене тоңазытып, түнімен холодильникке қойдық. Енді бүгін таңертең осыны қол босағасын май қылғалы жатырмын. Мынау Ұлытау деген 1,5 литрлік судан босаған ыдыс қой, қымыз тұр ішінде. Осы мынау ыдыс, 5 литрлік ыдыс, осы мынау жоғарысына дейін келіп тұр. Мынау кішкентай майонездік емес, мынау үлкен, кәдімгідей кең кастрюль сияқты 5 литрлік ыдыс. Даже 5 литрліктен көп болуы мүмкін. Мен өзім жобамен айтып отырмын. Қазір соны май қылып былғап көрейік. Бай-бай, сыртына түсіп кетті. Мынаған бір күші бар адамның қолы керек екен. Былай, су, қою қаймақ қой. Әдемі нетілген, ағызылған. Оның уже бірден холодильникте тұрғасын. Бұл өте су шығуға жақын тұр. Сөздің шынын айтсақ, баяғыда шешелеріміз осыны қолмен бұлғай беретін еді. Мен енді көрсететін болғаннан кейін қолмен бұлғай алмай жатырмын. Езіліп, май болмай кете ма деп. Мінекей осылай бірнеше не қыламыз. Мінекей су шығып, суланып келе жатыр мына ыдысымда. Мынау бамбуктан жасалған не ғой, қалақша ғой, ағаш. Сонымен осылай былғап жатырмыз. Осыны енді әбден суы әбден шыққанша осылай былғаймыз. Біраз айналдырып осылай қозғадық. Енді мынау ішінен су шыға бастады. Мынадай біразырақ айналдырып қозғағаннан кейін қаймақтың суы бөлініп жатыр. Майы бөлініп жатыр. Мынадай көрініп жатқан шығар. Мынадай су бөлінді. Міне төп жағында суы бар. Былай басса төп жағынан су бөлініп жатыр. Көрініп жатқан шығарсыздар. Қасық. Мынадай ағаш қасықпен былғаған дұрыс болады. Ағаш қасық кішкене неге оңайырақ қаймаққа батады. Су аздау, өйткені қаймақ қою ағызылған ғой, кәдімгі сепаратордан айырылған қаймақ қой. Жаңағыдай топпен не қылатын. Суы да уже. Мұның бәрін қазір престеп, суын әбден тазартып, әрі қарай майды таза салқын сумен жуып, сосын престейміз. Қазір ішіндегі несін былай көрсетейін. Суы мынадай болып суы бөлініп шықты. Қазір осыны престеп, әрі қарай май қыламыз. Мынау ыдыс өте
жаңағы тарлық қылып жатыр. Мынау қаймағы толып тұр ғой, сосын ештеңе етпейді. Сонда дағы суы ажырады. Көкшіл судың түсі. Жаңағы барлық құнары майға кетті. Енді мына жерде жаңағы көксітті қалады ғой. Ажыратқаннан кейін сол секілді ғой енді. Көк суы қалды. Мінекей жаңағы қаймақты қозғай ішінен шыққан суды, қаймақтың суын бөлінген бөлек ыдысқа құйып алдық. Мінекей әжептәуір шарада не болды, құйып алдық. Мұнша май шықты. Мінекей где-то бір 3 келдей бар ау осы май. Оны өлшеуге жаңағы весы, кухня весы бір кісі алып кеткен екен. Сұрап, сондықтан мен өлшей алмадым. Қазір оны көреміз. Енді мынау суынан әбден ажырады. Қазір енді салқын суға салып, бұл майды салқын сумен жуамыз. Одан кейін тұздайтын боламыз. Мінекей салқын таза сумен майды бірлеп жуып шықтық. Міне сонда судың түрі мынадай болды. Көрдіңдер, ішіндегі жаңағы кішкене сүттенді суы. Мінекей көрсеңіздер. Мінекей қазір енді екінші рет тағы да таза сумен жуамыз бұны. Таза сумен жуамыз. Содан кейін мінекей майды екінші рет жуған кезде суы прямо мөп-мөлдір болып шықты. Демек, бұның жаңағы бойында уже сүттенген қаймақтың суы жоқ уже. Мінекей тап-таза су. Қалай шайқасаң да тап-таза болып шығып жатыр. Енді бұл майды әрі қарай суы мөп-мөлдір, тап-таза. Әбден жуылды май. Майды 2 рет таза суға салып жудық. Енді міне суы бәрі бөлініп жатыр. Мінекей қазір 2 рет жуып болдық. Ішінің суы сығылып шығып жатыр. Май айының да майы ғой енді, бұны майский май дейміз ғой қазақша. Жаңағы май айының майы. Сол май айының майы, сиырлар қандай жаңағы мал болсын барлығы май айында неше түрлі шөптер өседі ғой, гүлдер, шөптер, барлығының сондай жеп, осындай сапсары май болады. Бұл өте денсаулыққа пайдалы. Сондықтан осы май айының майынан жаңағы ауылға барып, осындай қаймақ қылып алып кеп, өзім қозғап алып атқан жайым бар енді. Мінекей таудай болды. Қазір тұз салып тұздаймыз. Сосын кішкене қойып қоямыз. Бір 2 сағатқа тұзы еріп, әбден бойына сіңген кезде жеке-жеке пищевая пленкаға, может быть, 3-4 бөлікке бөлем ғой былай. Сосын алып жеуге не болады, ыңғайлы болатындай қып. Сосын морозильникке қатырып қоямыз. Мінекей бүгінгі менің жаңағы істеген шаруам осы. Ал енді мына жаңағы қаймақтан шыққан сумен қазір тапанан аштым. Жаңағы ыстық тапанан аштым. Пісіремін, духовка бар ғой әйтеуір. Қалалық жерде әйтеуір қазіргі күні духовкалар бар. Сол духовкамен кәдімгідей тапанан пісіреміз ауылдағыдай. Әрине пешке пісірген
недей болмайды, дегенмен де қолдан пісіргеннің аты қолдан пісірген. Жақсы, енді тұздау ғана қалды. Тұздап жаңағы бөліп неге саламыз. Салафандарға бөліп салып қоямыз. Көргендеріңізге рахмет. Бұл мен өзімнің арасында демалған уақытта осындай арасында жұмыстар жасап қоямын. Шаршаған уақытта өзімді демалу үшін осындай жұмыстар жасаймын. Қош сау болыңыздар. Майды тұздап, одан кейін жаңағы суын сорғытып, кішкене су шығады екен. Міне, енді барлығын мынандай пищевая пленкаға орап бөлек қойып қойдым. Өйткені жегенде ыңғайлы болады. Мінекей, қаймақты қозғап май қылуды осылайша аяқтадым.